Сәлем, құрметті көрермен, арнама қош келдіңіз. Бүгінгі сіздерге арналатын хикая «Жүректе қалған өкініш». Өмірінде қалған өкініш туралы айтылған оқиға болады. Арнама тіркеліп, подписацияны басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Және де хикая ұнасын, ұнамасын, өз ойларыңызды комментарийге қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Ендеше бастаймыз. Жүректе қалған өкініш. 2021 жылдың жаз айы болатын. Аида екінші курсты бітіріп, дәріханаға тәжірибеге келді. Келгеннен аяқ-қолы жылдам, ақ көңіл Аида пысықтығымен жетекшісі Гуля апайдың көзіне түсті. Күнде бақылап жүрген жетекші апайы Гуля Аидадан жасың нешеде, жігіттің бар ма, тұрмысқа шығуға дайынсың ба деп көп сұрақтың астына алатын болды. Ол уақытта Аиданың ойында оқудан басқа ештеңе жоқ еді. Жоқ, мен әлі жаспын, мен әлі оқуымды бітіріп, жұмыс жасауым керек дейтін. Қанша жоқ десе де, Гуля апай Аидаға өзінің жиен інісін айта берді. Жасы Аидадан 6 жасқа үлкен екен. Менің інім бар, өзі жақсы жігіт, көрші ауылда тұрады, отбасы да өте жақсы. Танысып көр дейтін. Бірақ Аида, мен қазір тұрмысқа шығуға дайын емеспін, әлі жаспын, оқуымды аяқтауым керек деп, өзі де үлкен жігіт екен, үйленетін болса өзіне лайықтысын тапсын, мен таныспаймын деп қарсылық білдіріп жүрді. Бірақ онымен тоқтаған Гуля апай жоқ. Русланға Аиданың номерін беріп, ақыры таныстырып жіберді. Басында сымтетік арқылы хабарласып жүрген Руслан Аиданы сыртынан бір көріп кетпекші болды. Жұмысына іздеп келіп, сыртынан бақылап отырды. Кешкісін жұмыстан шыққан Аиданы көргенде қыздың бар болмысын ұнатып қалды. Содан бері күнде хабарласып жүретін болды. Бір күні Аиданы жұмысына іздеп келді. Кешке дейін күтіп отырып, үйіне дейін шығарып салды. Руслан өте салмақты, сымбатты жігіт екен. Сол күні машинеде отырып, кішкене сөйлесті. Оның сөйлеген сөзі барлығы салмақты түрде еді. Сол кездегі Русланның көзқарасы ерекше. Аидадан еш көзін ала алмай қарап отырды. Нағыз махаббатқа толы көздер, керемет қой шіркін. Міне содан бері күнде кешкісін Аиданы күтіп алып, жұмысынан шығарып салып жүретін. Әлі сол махаббат көздерін еш бұрмай қарап отыратын. Осы махаббатты сезді ме, Аиданың да оған деген ғашықтық сезімі ояна берді. Күнде бір-бірін көрмесе тұра алмастай болды. Үйіне шығарып салып, артынан қайта хабарласып, екеуі көзі ұйқыға кеткенше сөйлесетін еді. Осылай жүргендеріне де бір ай болды. Енді Руслан үйлену жөнінде айта бастады. Ертерек Аиданы өзіне жар еткісі келіп, бақытты өмір сүргісі келді. Алайда Аида әлі ерте, үйдегі ата-анам рұқсат етпейді, оқуымды аяқтап алайын деп қарсылық білдіретін еді. Руслан онысына да көніп жарайды деп тағы жүрді. Бірақ арасында қайта үйлену туралы сөз қозғап қоятын. Өйткені сол уақытта Русланның әкесінің жүрегі ауырып жүрген болатын. Ертерек келін әкелсең, сенің жарыңды көріп кетсем деген сөзді көп айтатын болды. Соңғы уақытта ауруы үдеп, күнде ұлына ескертумен болды. Әкесінің сөзін екі етпейін деп, Руслан Аидамен қайтадан үйлену туралы сөз қозғады. Ол уақытта Аиданың тәжірибе уақыты біткен кезі, барлығын айтып, әкесінің ауырғанын, ертерек үйлену керек екенін түсіндіріп айтады. Алып қаш десең, оны айт, болмаса ертерек сырға салып, құда түсіп алып кетейін, ата-анаңа айтып, ақылдасып, бір шешімін айтарсың деді. Үйіне келген Аида анасымен отырып, Русланды жақсы көретінін және тұрмыс құрғысы келетінін айтты. Оның үстіне Русланның әкесінің жағдайын айтып рұқсатын сұрады. Анасы қызына қарсы келмеді. Егер ұнатсаң, мен қарсы емеспін. Барлық жағдайды Аиданың әкесі мен ағасына түсіндірді. Әкесі жарайды, егер өзің қаласаң, рұқсат етеміз деп ұзататынын айтты. Алайда әкесі келіскенімен ағасы ашуланып шықты. Ерте шығып не істейді? Тұрмысқа шықпайды, әлі жас, оқуын оқып бітіріп алсын, сосын ұзатамыз деп айтқанынан қайтпады. Аида ағасының көңілін қалдырғысы келмеді. Мүмкін ағамның айтқаны дұрыс шығар, әлі жаспын, оқуымды бітірейін, сосын шығармын деп те ойлады. Жауабын тағатсыздана күтіп жүрген Русланға хабарласып, ағасының қарсы екенін айтты. Мен әлі тұрмыс құруға дайын емеспін, жаспын, оқуым керек, күтетін болсаң оқу бітіргенше күтесің дейді.
Русланның қанша бақытты етемін, маған тұрмысқа шыққаныңа өкінбейсің, алақанымды аялап өтемін деп қанша айтқанымен, Аида айтқан сөзінен қайтпады. Егер мені күте алмасаң, ара қатынасымызды үземін. Дәл қазір қанша айтсаң да тұрмысқа шықпаймын. Егер үйленемін десең, басқа қызды ал деп тұтқаны қоя салды. Нөмірің барлығын бұғаттап тастады. Сол күннің ертесіне ойламаған жерден Аида туыстарымен тауға шығып кетті. Сонда қыдырып арты туған күнге ұласып кетті. Ол уақытта Аиданың Русланды ойлауға уақыты болмады. Туыстарымен уақытты керемет өткізіп жатқан еді. Үйіне қайтқан Аида енді Русланны іздей бастады. Өйткені күнде хабарласып тұратын. Русланға бауыр басып қалған еді. Шыдай алмай нөмірін бұғаттан шығарып, түнгі 12-лер шамасында қоңырау шалды. Руслан қоңырауды ала қоймады. Таңертеңгісін ерте қоңырау соғылды. Қараса Руслан екен. Тұтқаны көтеріп Русланмен сөйлесті. Әкесінің қайтқанын, керек жарағын алу үшін базарда жүргенін айтты. Мұны естіген Аиданың көңілі бір пәсте түсіп кетті. Ішінде мұндай боларын білгенде тұрмысқа шығып, әкесінің ақ батасын алу керек пе еді деген ой болды. Ол ойын мен үйлендім деген сөзі бұзып жіберді. Аиданың төбесіне бірдей мұздай су құйып жібергенде кейіп те қалды. Не айтарын білмей бақытты бол деп тұтқаны ертерек қойып қойды. Сол уақытта өзінің Русланды қалай жақсы көретінін түсінді. Ішін өртеп бара жатқан өкініш сыртқа жас болып шыға берді. Неге деген сұрақ тұрды. Неге тұрмысқа шыға салмадым екен? Неге өз бақытыма балта шаптым екен? Неге өз сүйгенімнен осылай айырылып қалдым екен? Неге деген күйде жерге отыра қалып әбден ішіндегі өкінішін айтып жылады. Содан бері 2 апта уақыт өтті. Аида әлі жылауын тоқтатар емес. Оңаша қалса Русланмен бірге жүрген кезі барлығы көз алдына келе беретін. Күйзеліске түсіп, өз-өзін ұстай алмай, көзінен моншақтап жас аға беретін болды. Арада уақыт өтіп, Аиданы мұрынғы дәріхана жұмысқа шығарды. Барлық күйзелісті жұмыс істеп ұмытармын деген Аида келісімін берді. Жұмысқа шыққаннан Гуля апайы Русланның қалай үйленгенін барлығын айтып берді. Әкесі қатты нашарлап жатқан соңғы тілегі келінді көру болды. Келіннің қолынан шай ішіп, армансыз кеткісі келді. Руслан әкесінің сөзін екетпей соңғы арман тілегін орындағысы келіп, жарайды үйленемін. Келіннің қолынан шай ішесіз, уайымдамаңыз әке деп уәде беріп, сенің үйіңе қарай шығып кетіпті. Үй жағында неше уақыт күткені белгісіз, сенімен хабарласа алмаған соң, амал жоқ кері қайтты. Өзі әкесіне уәде беріп кеткен. Қалай да болса бүгін келін апару керек, берген уәдесін орындау үшін көп қыздың біреуін апара салды. Руслан келін апарған соң әкесі 2 күннен кейін қайтты дейді. Мұны естіген Аида тағы қиналды. Әлі де ішін өртеп бара жатқан өкініш. Бірақ болар іс болды. Бояуы сіңді. Қолдан келер ештеңе жоқ. Бақыт тілегеннен басқа ештеңе айтпады. Өзінің өкінішін Гүл апайға білдірмеді. Уақыт өте берді. Аида өзін жұмыспен алдап жүрді. Бірақ онысын қайта соғылған қоңырау бұзды. Соңғы уақытта жасырын нөмір күнде хабарласатын болды. Тұтқаны көтеріп, алло деп жатқанымен ешкім үндемейді. Бірақ жүрегі сезіп тұр, Руслан екені. Осы жағдай күнде қайталанатын болды. Бір күні енді жұмыстан келгені сол, тағы жасырын нөмірін хабарласты. Тұтқаны көтерген еді Аида, Руслан сенбісің деді. Расында да жүрегі алдамапты, Руслан екен. Жағдайын білмек болып хабарласқан екен. Жақсысың ба, денсаулығың қалай дейді. Ең болмағанда дауысыңды естігім келді. Үйлендім, бірақ келіншегімді ұнатпаймын. Әлі де сені ұмыта алар емеспін. Тек сені сүйемін, әттең. Сол кезде маған тұрмысқа шыққаныңда осының бірі де болмас еді. Екеуміз 2 жақта жүрмес едік, бақытты болар едік деп жан сырын ақтарды. Шыдай алмаған Аида одан әрі сөзін тыңдап тұра алмайтынын білді. Көзіне мөлдіріп жас шыға бергені болды, енді хабарласпа. Мүмкін бұйрық болмаған шығар. Енді отбасылы адамсың, отбасыңды, келіншегіңді ойла деп тұтқаны тастай салды. Отыра қалып қайта жылады. Көз алдына Русланның еркелеткені, шынайы махаббат
көздерімен қарағаны, артық қылық жасамай, тек көзіне қарап отырып, Аиданы тыңдап отыратынның бәрі көз алдына келе берді. Өзінің сол кезде нағыз махаббатынан айырылғанын сезді. Бәрі кеш, бәрі бітті. Міне, содан бері жыл өтті. Аида ұрысынан кейін ешкіммен сөйлеспеді. Әлі де өкінішпен өмір сүріп жатыр. Ешкімді тыңдамай, қолынан ұстап кете бермеді ме екен деген ой мазалап жүр. Ал Русланға келсек, Гуля апайдан естуі бойынша Русланның тойы дүркіреп өтті. Келіншегі жүкті болып, жақында босанып алыпты. Кейіпкердің оқырмандарға айтары, жақсы көріп тұрып, сол адамға сеніп, бақытты ететініне көз жеткізіңіздер. Өз бақыттарыңызды байламаңыздар, өз бақыттарыңызды сынамаңыздар. Сүйген адамыңызбен қол ұстасып кете беріңіздер деп отыр. Кейіпкердің өкініші осы. Соңы. Кімде-кімнің өмірінде қандай да бір өкініш бар. Ол сөзсіз. Әрбір адам өмірде бір нәрсеге болсын өкінеді. Ал мұнда Аида сүйген адамына қосылмағанына, ағасының сөзін тыңдағанына өкінеді. Сондықтан да қандай бір іс бастасаң да, өмірде қандай да бір шешім қабылдау керек болса да, үлкендермен ақылдасып, сөйлесу керек, бірақ ең соңында өзің жүрегіңді тыңдап, шешім қабылдау керек деп ойлаймын. Ал көрермен, сіздің ойыңызша қалай? Сіз қалай ойлайсыз? Сіз де бір нәрсеге өкінесіз бе? Пікіріңізді комментарийге қалдырып кетіңіз.